Сол сияқты мынау тағайындалған депутаттар ешқандай жақсылыққа апармайды. Себебі оларда жалпы депутат болайын деген ой жоқ қой. Оларды жаңа құлағынан сүйреп әкеп ана жерге отырғызып қояды да, екі қолын жаңағы бет бастарын бәрін бояп, сылап сипап, жаңағы алтын тордың ішіне қамаған сияқты, тотық сияқты олар сөйлетіп қояды, болды. Ондай қуршақтардан ешқандай жақсылық, ешқандай бір жаңағы дұрыс айтасыз. заң қоғамға пайдалы бір шешімдер болмайды. Рахмет. Қолдау білдіріп отырыңыздар, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Достар, басқа да қонақтарға сөз берейік, тоқтамай лайк басып отырыңдар. 100 мыңға жеткізіп рекке шығарып беріңдерші мен. Тез, давайте, неғып 200 адам отырсыңдар. Качигар сөйлесінші, а то қазір кетіп қалады, ол качигар сөйлеші. Уже қанша жыл болды сені көрмегелі. Өте үлкен үлесін қосып, вице-президентті 2 аптаның көлемінде Тоқаев құрылтай арқылы, құрылтайдың шешімі бойынша мен Ерлан Каринді, немесе Мәулен Әшімбаевты, немесе Роман Склярды, немесе Аида Балаеваны вице-президент қылып тағайындаймын деп 2 аптаның көлемінде айтады, достар, ұмытпаңдар. Сөйтеді Тоқаев вице-президент тағайындап болып, Әділет партиясына мемлекеттің заң шығару жаңағы мүмкіндігін беріп, Әділет партиясына мемлекеттің бюджетін бақылауға мүмкіндік алып беріп, Әділет партиясына үкіметті бақылауға мүмкіндік алып беріп, вице-президентті тағайындап, битеп отырады. Так, енді Кремльдің жағдайын бақылаймыз деп. Түсінесіздер ма? Вице-президент бар. Тоқаев вице-президент тағайындаған кейін, вице-президент Тоқаевтың жұмысын Әділет партиясымен бірігіп отырып, мемлекеттің қорын қадағалайды, парламенттегі заңды қадағалайды вице-президент Әділет партиясымен махаббат болып. Сөйтіп заңдарды шығарады, құшақтасқан қазақтардың бетін сүйісіп амандасқан қазақтардың арасына штраф салады. Сөйтіп жаймен мемлекеттің қорына жаңағы штрафтар арқылы қаржы түсіріп, Әділет партиясымен вице-президент бәрін битіп махаббатпен, аса махаббатпен жұмыс жасап, коррупцияны жалғастырады. Сөйтеді бір 2-3 айдан кейін енді Кремльдің қазір жағдайы қыл үстінде тұр. Кремльдің жағдайы қандай да бір жағдай болып кеткеніне байланысты Тоқаев келесі жылы наурыз жаңағы айларына қайта президенттікке сайлануы әбден мүмкін, немесе отставкаға кетуі әбден мүмкін. Себебі Тоқаевта қазір 2 вариант болып тұр, бірақ 2 варианттың да шешімі Кремльге байланысты болып тұр, достар. Ұмытпаңдар. Потому что қазір Кремльдің жағдайы қыл үстінде тұр да. Егерде Кремль алай бұлай болып, жаңа жылға дейін күйреп құласа, Путиннің билігі тарқаса, Тоқаев онда денсаулығына байланысты отставкаға кетеді. Сөйтеді да вице-президентті, өзі тағайындаған вице-президентті уақытша президентке қойып, келесі жылы